Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы 13-15 ғасырлардағы Қазақстанның мәдениеті. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы 13-15 ғасырлардағы өнер мен әдебиет орта ғасырлық қоғамды қалай бейнелейді? Сабақтың мақсаты тарихи, философиялық және әдеби шығармалар мазмұнының негізгі идеясы, ислам дінінің сәулет өнеріне әсері, күй, аңыз, шежіре, эпостық жырлардың тарихи маңызы. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Әбілхайыр хандығының саяси, тарихи, қоғамдық құрылысы, шаруашылығы, ыдырау себебі. Моғолстан мемлекетінің саяси, тарихи, қоғамдық құрылысы, шаруашылығы, ыдырау себебі. Моғолстан мен Әбілхайыр хандығындағы саяси оқиғалар. Моғолстан мен Әбілхайыр мемлекеттеріндегі оқиғалардың саяси жағдайына тигізген әсері. Оқушылар, ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, 13-15 ғасырлардағы Қазақстанның мәдениетіне байланысты бейне материал көретін боласыздар. Қазақстанның аумағында орта ғасырдағы ең қуатты мемлекеттер саналған Алтын Орда мен Шағатай ұлысының пайда болуы қала мәдениетінің өркендеуіне әсер етті. Алтын Орданың орталық бөлігінде ірі қалалар бой көтерді. Ғалымдардың айтуынша, Алтын Орда жерінде 300-ден аса қала болған. Қалалардағы адамдардың негізгі тіршілік көзі сауда болды. Алтын Ордадағы Сарайшық қаласында Теңге сарайы орналасқан. Ислам дінінің келуімен 13-15 ғасырларда мешіттер мен кесенелер салына бастады. Олар орталық Қазақстандағы Қаракеңгір өзенінің бойында Жошы хан кесенесі, Тараздағы Дәуітбек кесенесі, орталық Қазақстандағы Алаша хан кесенесі, Сығанақтағы Көк кесенесі, Әмір Темір билігі кезінде салынған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі барша мұсылманның орталығына айналған. Тарихшы Рузбихан бұл кесене туралы дүние жүзіндегі ең ірі құрылыстың бірі. Бұл кесенеде адамзаттың сәулет өнеріндегі жетістіктері таңғажайып түрде берілген деп жазған. Кесенелер негізінен 4 бұрышты, шар тәріздес, күмбезді болып келген. Моңғол басқыншылығы моңғолдар кезінде қазақ жеріне тілі мен мәдениетін тарата алмады. Бату хан кезінде бүкіл мемлекеттік және ресми құжаттар түрік тілінде жүргізілсе, Алтын Орданың басқа хандары кезінде жазба деректер түркі тілінде 3 диалекті Қыпшақ, Оғыз, Қарлұқ тілдерінің негізінде жасалды. 13-15 ғасырларда діни дидактикалық сарындағы кітаптар мен сөздіктер шыға бастады. Алтын Орда дәуірі әдебиетінің көрнекті өкілі Сайфи Сарайидың Гүлістан бит түркі, Әл-Хорезмидің Махаббат наме, Құтыптың Хұсрау шырын дастандары Қыпшақ парсы тілінде жазылған. 13-15 ғасырлардағы жыраулар поэзиясы сыпыра жырау мен кетбұғадан басталады. Халық аңыздары бойынша кетбұғаның өлеңдері Шыңғыс ханға арналған. Соның бірі Жошы өлімін жоқтау. Асанқайғы ақын, жырау, би, Әз Жәнібек ханның ақылшысы, жерұйықты іздеп, ұлы даланы кезген философ. Оның поэзиясы Алтын Орданың күшеюін көксеген, аристократия өкілдерінің ойларын бір арнаға салған, империяны қалайда сақтап қалуды ойлаған сарынға толы. Қазтуған Сүйініш ұлы, батыр жырау. Ноғайдың Эдисан ордасының билеушісі Сүйініш мырзаның ұлы. Халық арасында қарға бойлы Қазтуған атанып кеткен айтулы жорық жырауы. Доспамбет жырау, атақты қолбасшы батыр жырау. Кіші Ноғай ордасында әскери қолбасшы болған. Шалгиіз жырау, ақын жырау батыр. Жас кезінен жауынгерлік және жыраулық өнермен даңққа бөленген. Жазба әдебиетпен бірге көшпенділердің дәстүрлі жанры ауыз әдебиеті дамыды. Сол кезеңгі эпостық жырларға тоқталатын болсақ, Едіге, Қобланды батыр, Ертарғын,
Алпамыс батыр, Қамбар батыр жырлары Алтын Орданың тарихын, хандардың қызметі мен батырлардың ерліктерін мадақтап жырға қосты. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, келесі конспектке тоқталамыз. Оқушылар, қысқаша конспекттерді оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма, төменде берілген шығармаларды әдеби жанр түрлеріне қарай топтастырыңыздар. Бірінші тапсырмамызды орындап болсаңыздар, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма тест, яғни оқушылар берілген сұрақтарға дұрыс жауапты таңдап орналастырамыз. Оқушылар, тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.